сабағымыздың тақырыбы дәстүрлі емес материалдардан портрет жасау. Біз сіздермен портрет жасауды бастап уже үйрендік, иә? Бізде портрет, қандай портрет бар? Дәстүрлі емес портретті өтеміз. Дәстүрлі емес портреттен біз сіздермен сымнан портрет жасауды өттік. Енді бізде бүгін екінші сабағымыз сол дәстүрлі емес материалдардан жасауды жалғастырамыз. Біріншіден біз топқа бөлінейік. Топқа бөліну үшін қыздар келіп қалаған суреттеріңізді алыңыздар. Келіп алыңыздар. Келіп алып отыра беріңіздер. Сағасыздар, сосын мен сізге тоқтамын. Аттарын айтамын. Аласа керек күлтілден жалына. Ұнаса керек моншақ таққан малына. Қанекей, айтыңыздар. Жауабы тары. Өте жақсы. Дұрыс. Сіздер бізде кім тары суретін таңдады? Мына топқа келіп отырыңыздар. Сіздер жарма өнімдері тобы боласыздар. Өте жақсы. Етілген мойнында ұзын арқан сүйек түскен. Қанекей, қайткен жауабы? Ине жіп, яғни сіздер бізде шашбау баулар, жіп, ине, жіптен жасалған портрет жасайсыздар. Сондықтан сіздердің топтарыңыздың аты шашақ баулар тобы болады. Жақсы, тамаша. Келесі, пышақпен ұштала береді, бойы қысқара береді. Жақсы, тамаша. Қарындаш, жақсы өте. Сіздер бізде сиқырлы қарындаш тобы боласыздар. Қарындашты суретін тапқан қыздар мінекей осы қатарда отырады. Келесі жырға өзгерек тыңдалар, көшелер қамбаға, айналар құмға да, айналар нанға да. Бидай. Өте тамаша. Бидай болса, бидайдан біз қандай бұйымдар жасаймыз? Бидайда бізде макарон өнімдері жасайды. Бүгінгі біздің портретіміз сіздерде макарон өнімдері тобы болып. Қыздар, сіздер макароннан портрет жасайсыздар. Сіздер жарма тобы, жармадан жасайсыздар. Және де сіздер сиқырлы қарындаш тобы, сиқырлы қарындаштан жасайсыздар. Шашақ баулар тобы бізде баулардан жасайды. Енді біріншіден бер қараңыздар. Біз сіздермен шамалы өткен сабақты қайталап жіберейік. Коллаж ол тоже бізде дәстүрлі емес материалдардан жасалған портретке жатады. Материалдар бұлда түрлі-түсті қағаз, түрлі-түсті газет қағазы, түрлі-түсті журнал суреттері арқылы коллаж портретін жасалған. Біз өткендей сымнан жасалған портрет. Міне қараңыздар, жеміс-жидектерден жасалған портрет. Материалы жеміс-жидектер. Және де балалар тастардан жасалған портрет те болады екен. Бұл жерде балалар материал бізде тастарды пайдаланған. Балалар, енді біз өткен сабақты қайталадық. Соны енді пысықтап берейік. Мен сіздерге сұрақ қоямын. Сұрақты алманы кімге лақтырам, сол бала жауап береді. Сосын маған алманы қайтып қайтарады. Бірінші сұрақ, балалар, портрет дегеніміз не? Портрет дегеніміз кескіндеме, мүсін, графика жанрларының бірі. Өте жақсы. Балалар, екінші сұрақ, портрет сөзі қай тілден шыққан? Портрет сөзі француз тілінен шыққан. Жақсы, тамаша. Келесі үшінші сұрақ, портрет сөзі қандай мағына береді? Дәмеден айықпай салу деген мағына береді. Дәмеден айықпай салу деген мағына береді. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Келесі сұрақ, төртінші сұрақ. Суретші өзін бейнеленген портрет қалай аталады? Автопортрет деп аталады. Өзін бейнеленсе автопортрет деп аталады. Жақсы. Портрет композициясы бойынша қалай жіктеледі? Композициясы бойынша. Композиция бойынша кеуделік, белдік және бойлық болып үшке бөлінеді. Тамаша, балалар. Так, енді портретте бізде портрет кескіндемен салынады және графикамен салынады, иә? Енді графика тілі қай
Қай тілден шыққан графика сөзі? Қанекей? Грек тілінен шыққан сөз. Дұрыс айтасыздар, грек тілінен шыққан сөз екен. Енді ол графика сөзі қандай мағына береді? Графика сөзі. Графика сөзі жазған сызбаның сурет салу деген мағынаны береді. Өте тамаша. Балалар, енді графикалық соңғы сұрақ, графикалық материалдарды кім атайды? Қанекей? Пастель, көмір, қарындаш, тағы да басқа нәрселермен салады. Жақсы. Мінекей секілді қарындаш тобына жауап берді. Жақсы. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты бірқадай заманауи және дәстүрлі емес материалдарды мінекей біліп айтып шықтыңыздар. Оларды өңдеу және пайдаланудың тиімді жолдарын анықтау. Практикалық жұмысқа кіріспес бұрын біз міндетті түрде қауіпсіздік ережесін қайталаймыз. Бізде қандай қауіпсіздік ережесі болуы мүмкін қазір? Біз сіздермен қайшымен жұмыс істейміз және желімен жұмыс істейміз, иә? Қайшымен жұмыс істеген кезде қандай қауіпсіздік ережесі бар, кім айтады? Қайшымен жұмыс жасаған кезде аузын ашық қалдыруға болмайды. Және де сабын өзіңе қаратып беру керек. Жақсы. Екінші, желімен жұмыс істеген кезде? Желіммен жұмыс кезінде бірінші оны желімді ашық қалдырмау керек, және де желімді қолданғаннан кейін қолды сабынмен жуу керек. Ал балалар, енді осы суреттерге үлгі ретінде қарап, өз идеяларыңызды жасаңыздар. Алдарыңызда портреттер жатыр. Сол портреттерді қай бөлігіне орналастыру керегін шеше отырып, нысандағы сұлбасын қарындашпен сызасыздар. Қай жерге қандай заттарыңды орналастыратынын білесіздер. Суретті қажетті бөлшектерді жабыстырасыздар. Техника қауіпсіздігін міндетті түрде сақтау керек және жұмысты аяқтайсыздар. Жұмысты аяқтағаннан кейін әр топ өзінің жұмысын алдыға келіп айтып шығып береді. Практикалық жұмысқа кірісеміз. Алдарында тұрған қағаздарға желімді жағып, әр топ өзінің тобына байланысты заттарын жабыстыруды бастайды. Ал балалар, жұмыс аяқтап қойсаңыздар, қай топ бізде дайын? Секілдің қарындаш топтары ортаға шығыңыздар, топпен жұмыстарымызды қорғаймыз. Қалған топтар жаңағы шапалақ әдісімен бағалайсыздар. Қарындашпен жасалған портретінде өз қарындаш және клейді қолданылған. Мен қарындашпен ұштап оларды клеймен клейттеттім. Бұл суреттің ерекшелігі, мен бұл жерде шашым сары, көйлегім тек қара мектен. Және де сырғамен әшекей бөлімін жасадым. Өте жақсы. Менің ерекшелігі, менің бетім бояған және оның шашып қарындастардың қамыстарын айналдырып, домалақып жабыстырдым. Өте жақсы. Балалар, кәнекей, біз қалай бағалаймыз? Екінші топ ортаға шығады. Екінші топ біздер кім? Тария. Жарнама өнімдері тобы ортаға шығады. Өз жұмыстарын көрсетеді. Көрсетілімге. Өте жақсы. Кәнекей, біріншін айтып жеріңіздер, ерекшеліктеріңіздер, бір сөйлеммен айтып жеріңіздер. Біз бұл суретті дәстүрлі емес материалдардан жасадық. Оның ішіне тарыларды кіреді. Біздің тобымыз жарнама өнімдері болғандықтан біз тары өнімдерін қолдандық.
Жақсы, өте жақсы. Ал менің суретімде ода моншағы бар, оның моншағы фасольдан жасалған. Ал менің портретімнің ерекшелігі ол шашы сары қайрадан жасалған. Жақсы, өте тамаша. Қазір қыздар кәдімгі бағалайық, топты қалай бағалаймыз? Отырыңыздар, келесі топ ортаға шығамыз. Шашақ балалар ортаға шығамыз. Дайынсыздар, иә? Дайынсыздар, шашақ балалар. Сүйген жұмыстарыңызды шашақ балалар ортаға шығып, жұмыстарыңызды көрсетеміз. Таныстырасыздар. Және де қыздар біз келесі шашақ балаларды бас бармақпен бағалаймыз. Жақсы ма? Айтыңыздар. Біз бұл портретті істеу үшін шилен, қайшы реңдерді қолдандық. Осы үш заттан біз осындай әдемі портреттер жасадық. Менің ерекшелігім, мен шашын күлгін қылдырып және қызыл өзіне көйлек жасадым. Өте жақсы. Менің портретімнің ерекшелігі оның шашы бұйра және орда бантик бар. Лентадан бұйра шаш жасаған, иә? Қандай тамаша болып шықты? Мен суреттің ерекшелігі, мен шашын жасау, ал бантигін күлгін істедім. Шашын сіздер түзу жасадыңыз, иә? Өте жақсы тамаша. Балалар қалай бағалаймыз? Бас бармақ әдісінен бағалайық. Жақсы ұнады ма бантықтарыңызға? Тамаша. Және бізде соңғы топ макарон өнімдерінен портрет жасау. Кәдімгі көрейік қыздардың қандай портрет болғанын. Тағы айта қойыңыз. Бұл портретті желмен және макаронмен қолдандым. Мен өзімнің портретінің шашын бұйра алдым және де сырғасын макароннан істедім. Мен бұл портретті дәстүрлі емес өнімдерден жасадым. Мен шашын бұйра макаронмен жасадым, себебі адамның бұйрада шаш үлгілері болады. Мен осы макаронды көргенде адамның шаш үлгісі ойыма келді, сондықтан мен оның шаш үлгісін бұйра жасадым. Қалай әдемі болып шыққан, иә қыздар? Және басына макароннан шашпау. Шашпаудың өзінде ерекше қылып, заколкасының өзінде әдемі болып қойған. Кәнекей, қыздар бағалайық. Бас бармақпен бағалайық, иә? Жақсы ұнады ма сіздерге? Өте тамаша. Өте тамаша, жақсы. Барлығы сәтті аяқталған екен. Енді осы портрет жасауға балалар. Жаңадан не білдіңіздер? Портретті тек қана Жақсы. Осы портрет жасаған кезде не қиын болды сіздерге? Не қиын болды? Қандай қиындық, не нәрсемен жасаған қиын болды? Маған ең қиын болғаны ол шашпауды жасау. Себебі макаронмен ол клей жақсы жабыса бермегендіктен ол түсіп қала берді. Біраз уақыт күту керек болды, иә? Тағы кімде қандай қиындық болды? Неге жанбадан жасаған кезде қандай қиындық болды сіздерде? Мен тарымен жасаған кезде клей оған қатты жабыспайды, сондықтан ол үгітіліп жерге төгіледі. Өте жақсы. Мінекей балалар, көрдіңіздер, біз осы заттардың барлығынан жақсы бір көрме ұйымдастырамыз. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.